Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы мұнай өнеркәсібі және қоршаған орта деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни тұрғыда бағалау. Сіздердің меңгеретіндеріңіз мәтін мазмұны бойынша талқылау сұрақтарын құрастыруды және сыни тұрғыда бағалай білуді меңгересіздер. Оқушылар, суретке қарап еліміздегі мұнай өнеркәсібінің рөлі туралы ойымызды жинақтап көрейікші. Мұнай өнеркәсібі. Мұнай өнеркәсібі отын өнеркәсібіндегі жетекші рөл атқаратын сала. Негізгі стратегиялық шикізат көзі. Мұнайды өңдемей қолдана алмаймыз. Одан 300-дей өнім алынады. Ең қажетті өнімдер көліктерге арналған отын және химия өнеркәсібіндегі шикізаттар. Мұнай мен газ улы заттар болғандықтан қоршаған ортаға түскенде табиғатқа және адамның денсаулығына орасан зор зиян келтіреді. Осы зиянды азайту мақсатында табиғатты сақтау технологиясын қолданып отыру қажет. Өндіруші компанияларға ілеспе газды жағуға тыйым салынды. Мұнайды бұрғылау орындарын су басып кетпеу үшін арнайы дамбалар тұрғызылуы керек. Мұнай мен газды өндіретін және өңдейтін аудандарға жақын орналасқан елді мекендегі адамдар басқа жаққа, яғни қолайлы жерге көшіріледі. Оқушылар, мәтіннің мазмұны бойынша талқылау сұрақтарын бірге тізіп көрейікші. Мұнай мен газдан бөлінетін зиянды қалдықтардың алдын алу шаралары қалай ұйымдастырылған жөн? Осы зиянды азайту мақсатында табиғатты сақтау үшін қандай технологияларды жүзеге асыру керек? Мұнай мен газды өндіретін өңірлердің экологиялық мәселелерін қалай жақсартуға болады? Оқушылар, жоғарыда ұсынылған талқылау сұрақтарын негізге ала отырып, шағын мәтін құрап жаз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың ой қазына айдарында шешендік сөзге қойылатын талаптармен танысатын боламыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың ой қазына айдарында шешендік сөзге қойылатын талаптармен танысамыз. Шешендіктен не пайда? Артында сөзі қалмаса. Батырлықтан не пайда, халқына қайран қалмаса. Шешендік сөзге қойылатын талаптар. Шаршы топ алдында әлеуметтік тақырыпта сөйленетін шешендік сөз мәнді де мағыналы, мазмұнды болуы керек. Тыңдаушыны баурап алар, жүрегіне жетер әуезділік пен көркемдігі болуы шарт. Шешендік сөздің өзегінде ой салатын негіз, дәлел болуы керек. Айтылатын ой айқын да нақты болып, нанымды әрекетке бағдар беруі қажет. Шындық пен ақиқатқа құрылып, мәңгілік құндылығын жоймайтын сипатта болған жөн. Ұтқыр шешімге, тапқыр қисынға, қолма-қол шығарылатын суырып салмалыққа құрылады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.